Ауырлық күшін жіпке байланған тасты айналдыру арқылы байқауға болады. Жіптің ұшынан ұстап тұрып айналдырғанда, жіптің екінші ұшындағы тас айнала қозғалады. Ал бұл күш жойылса, тас ұшып кетеді. Ньютонның анықтауынша, неғұрлым дене салмағы көп болса, тартылыс та көп болады. Ай жерге қарағанда 6 есе кішірек, сондықтан гравитация 6 есе әлсіздеу болып келеді. Сол себептен де астронавтар айда ауыр скафандрларына қарамастан еркін секіріп жүре алады. Ньютонның зерттеуі бойынша арақашықтық алыстаған кезде екі дене арасындағы тартылыс күші азаяды. Мысалы, космоста жер мен дене арасындағы арақашықтық алыстағандықтан салмақсыздық пайда болады. Айда салмақсыздық та болады, себебі ғарышкерлерге әсер ететін күш те өте аз болады. Аспан кеңістігіндегі денелер бір-бірінен өте қашық орналасқанына қарамастан, олар бір-біріне және өзара қозғалыстарына әсер етеді. Осы құбылысты Voyager ғарыштық зондының бағытын басқаруға қолданған. Ғаламшарлар бөлген гравитация күші жанынан өткен зонд бағытын өзгертуге көмектеседі. Гравитация күші тура осылай жерге құлайтын метеориттер мен басқа да денелерге, астероидтарға, кометаларға әсер етеді.